Павлодар облысы полиция департаментінің есірткі қылмыстылығына қарсы іс-қимыл басқармасы маусым айының 1-26 аралығында есірткі қылмыстылығына қарсы өтіп жатқан айлық аясында бүгін Гарсат алаңында Уат және болашақ балалар футбол клубтары үшін ойын матчы ұйымдастырылып отыр. Бұл балалар республикалық сайыстарда Нұр-Сұлтан қаласынан жүлделі 2-ші орын жеңіп келді. Одан Ресей Федерациясының Шыңғыл Омбы қаласында жүлделі 1-ші орынға ие болды. Жеңімпаз балаларымызды біз де құрметтеп, қолдап, марапаттау үшін келдік. Аздаған сыйлықтарымыз бар балаларға. Осы чемпиондарды тәрбиелеп, спортқа, салауатты өміріне баулып отырған ата-аналарына алғысымыз шексіз. Кішкентай чемпиондарымызға үлкен белестерге жету үшін мықты денсаулық пен күш-жігер тілейміз. В первую очередь от детского футбольного клуба нашего УАД мы хотим выразить благодарность департаменту полиции Павлодарской области за организацию товарищеской игры. Мы стараемся детям прививать здоровый образ жизни, участвовать в соревнованиях, тренировках. Мы против наркотиков.